Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Сіздерге кезекті видео жасап отырмын. Бұл видеода онлайн мектептің жаңа функция қосылған, яғни назар аударыңыз деп кірген бетте осы әрекет шығады. Оқушылардың ЖСН сәйкестендіру. Назар аударыңыз, мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшілері оқушылардың ЖСН дұрыс толтырылғанын тексеру қажет дейді. Енді бұл әрекетті келесі дейтін болсаңыздар, жалпы әрекеттердің қалай орындалуы керек екенін көрсететін болады. Енді мен келесі деп ашайын. Келесі осы оқушылардың ЖСН сәйкестендіру бөліміне кіресіздер. Сол бөлімге кіреді. Қазір загрузка болып тұр. Так, бұл функция қазір мынандай ғой, жалпы сіздерге қазір түсіндіріп өтетін боламын. Келесі мына әрекетте толығырақ дейді. Мына бөлімдерде не айырмашылықты анықтау болады. Так, келесі бөлім. Қазір артқа қайтып көрсететін боламын бірме-бір. Так, келесі берілген ЖСН-дердің не дұрыс, не бұрыстығын көрсетеді бұл жерде. Барлық оқу тоқсандарын оқушыларын ЖСН дұрыс екенін көз жеткізу керек. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші тоқсан. Мен мына жерден тоқтатайын дағаны оқушылар ЖСН сәйкестендіру бөліміне қайтып оралайын. Жалпы мынандай ғой. Бірінші, екінші және үшінші, төртінші тоқсан бойынша бізде бастапқы бөлімде мынандай әрекеттер болатын. Мына функция ашылмай жатып, біз оқушылар және сыныптар бөліміне кірген кезде 26-ға 26, 24-ке 24, 23-ке 23, 8-ге 19 болып тұр ғой. Мен біздер әрбір сынып жетекшіге айтқан болатын. Әрбір оқушының тұсына кіріп, мысалы сыныпқа кірдің, мысалы 19-ға 8 болып тұр. Сосын әрбір оқушыға былай жеке кіріп шығыңыздар. Яғни жеке кірген кезде бұл жерде көрсетілген ЖСН-дер бар ғой. ЖСН-дер дұрыс базадан алынған, дұрыс түсірілген. Соны просто так жалпы кіріңіздерді, жалпы ақпарат бөлімінен түзету бөлімін ашып, сақтау батырмасын басып, қайтып шығып кетіңіздер деген болатын. Осы әрекетті жасамағандар енді қазір соны ЖСН сәйкестендіру бөлімі ашылды. Енді сол жерден сәйкестендіру арқылы қарап, осылай түзетуді басып, сақтау батырмасын басып шығып кету керек. Енді мен қазір нәтижені көрсетейін. Бұл жерде 8-ге 19 болып тұрмайды. Бұл оқушы әлі ашылмаған болса, жаңағыдай жалпы ақпараты расталмаған болса, өзгеріс болады. Мына жерде қарасаңыздар, 8-ге 19 еді, 9-ға 19 болды. Жалпы сыныптағы барлық оқушыларды осылай бірме-бір жасап, ЖСН-дерін тексеріп, туған күндер, барлық аты жөндер дұрыс екенін тексеріп, сақтап шығу керек еді сынып жетекшілер уақытында. Енді ол әрекетті жасаған жоқ, енді мына жерден бізге соны толық көрсетіп тұр. Екі адам, мысалы, бірінші, екінші тоқсанда 10 оқушысын растаған әрбір тоқсанда жеке ашылады. Қазір онлайн мектеп өзі кестені жаңағыдай 90-дарда өзі ашып беріп жатыр ғой. Күнделік кезетте өзіміз ашатын ек, өзіміз құратын ек. Бұл онлайн мектепте уақыт аралық, 90 аралық уақыттарды онлайн мектептің базасын өзі ашып беріп жатыр. Сондықтан әрбір 90-ға кірген кезде әрбір оқушының мәліметтерін сынып жетекші тексеріп растап шығып отыру керек. Немесе бір расталған екен, автоматты түрде расталып барлығы. Енді қарасаңыз, жаңағыдай ғой, мына жердегі мына сыныптың барлығы растап шыққан. Мына аралықтар растамаған. Енді осының барлығын қазір ЖСН-дерін қолдарыңызға барып, ЖСН-дермен құжаттарын алу арқылы балалардың сол ЖСН-дерін қарап, сәйкестендіріп, түзетіп шығуларыңызға болады. ЖСН бірінші тоқсанда мысалы оқушы болмады, ол екінші тоқсандан бастап келді. Бірінші тоқсан ол автомат түрде ол оқушыға ЖСН жабық тұрады. Яғни ол жерге ЖСН енгізу қажет емес. Қалған қай тоқсаннан бастап бізде болды, сол ЖСН толтыру несі аралығы ашылады. Енді мынау қараңыздар, 5-ші сыныпта бірінші тоқсанды реттемеген, 3 пен 2, 3, 4-ті реттеген,
автомат түрде ол уже жүйеде жасыл болып тұр, сәйкестендірілген болып тұр. Енді осы сәйкестендірмеген сыныптардың барлығы толыққанды жұмыстарын аяқтап, сынып жетекшілері аяқтап шығу керек. Яғни бұны бөлімге өту, бұл бөлімге өту үшін екі ғана адамға құзыреттілік береді. Бірі осы онлайн мектептің админдеріне және сынып жетекшілерге. Осы екі ғана кісі жұмыс атқара алады. Сондықтан сынып жетекшілер әрбір сыныптарының оқушыларының мәліметтерін, ЖСН-дерін сәйкестендіру керек. Так, барлығыңызға осы тапсырма. Жалпы видео түсінікті болса, әркім өзінің сыныбына кіреді, жаңағыдай түзету әрекеттерін жасайды. Міне кіреміз, 11 Б-ға кіреміз. Бір ғана оқушы қалып кеткен, ол оқушыны мына жерде қарасаңыздар болады. Толтырылмады деп. Қаламшаны басасыздар, ЖСН енгізесіз мына жерге оқушының. Әр 90-ын жеке-жеке енгізіп шығасыздар. Жалпы видео түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Немесе мына жүйеден туырласаңыздар болады. Оқушылар және сыныптар бөліміне. Бұл жерде ЖСН-дер көрсетілген. Сол ЖСН-ді просто сақтап шығасыздар. Жаңа басында көрсеттім, сол видеомен, сол әрекеттермен орындап шығасыздар.